Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен бұрын-соңды жеп көрмеген және өте қызықты рецептпен бөлісетін боламын. Осындай үйдегі желінбей қалған немесе қатайын деп тұрған нан болса, бірден осылай кесіп блины жасайтын боламыз. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Осындай үйдегі қалып қойған нандарды 4 бұрышты етіп турап блендерге салатын боламыз. Бөлке нанның орнына булочканы пайдалансаңыз да өте керемет шығады. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоятын боламын. Турап алған нанның үстіне енді өлшеп алған сүтті құямыз. Сүттің температурасы маңызды емес. Тоңазытқыштан алып бірден құйдым. Одан соң үстіне 2 жұмыртқамызды жарып салатын боламыз. Міндетті түрде блендер болғаны дұрыс, себебі нан үлкен көлемді болғандықтан блендер барлығын біркелкі етіп, майда етіп араластырып береді. Одан соң үстіне қантты салып, үстінен майды құйып, қақпағын жауып, блендермен біркелкі езілгенге дейін шайқайтын боламыз. Біздің нанымыз өте майда болуы қажет. Неге мен барлығын блендермен араластырып алдым? Көргендеріңіздей бөлке нан болғандықтан астына қоюлығы қалған. Осылай араластырған кезде наны кішкене үлкендеу болып көрініп тұрады. Егер батон болатын болса, онда нанның түйіршігі көрінбей біркелкі болып шығады. Енді қызып тұрған табаның үстіне сәл ғана сұйық майымызды құйып, біздің сұйық массамызды құятын боламыз. Осылай айналдыра отырып құйған дұрыс. Сұйық массаны құйғаннан кейін астыңғы жағын сәл қызартып алған дұрыс. Егер де ақшылдау қылып бірден аламын десеңіз, нанның ортасы бөлініп кетуі мүмкін. Енді осындай қолдың немесе арнайы таяқшаның көмегімен келесі жағын айналдырамыз. Кәдімгі құймақтың түріне ұқсамаса да, бірақ дәмі өте ерекше болып шығады. Сіз бұны үйде ұн болмай қалған жағдайда немесе артылып қалған нан болып қалатын болса, бірден жасап жіберетін рецепт. Енді келесі бөліктерінде дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Бөлке наннан жасалған құймақтың түрі әдемі болмаса да, бірақ дәмі өте ерекше болып шығады. Қолжетімді, үйдегі бар заттармен ғана жасалады. Яғни бұл жерде ысырап қылмас үшін осындай пайдаға асатын рецепті ұсынып отырмын. Барлық қажет заттарды описание бөліміне жазып қоямын. Егер рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Менің күнделікті ас мәзірімді көргіңіз келсе, жоғарыдағы Instagram парақшама да тіркеліп қоюды ұмытпаңыз.